мына сиырдың ішінен шығатын 40 қабат деген дүние бар. Қазір ол алтыннан қымбат болып кетті. Соның бәрін Қытайға кетеді. Қытайлар бізге керемет қылып, одан 2 есе 3 есе бағамен бізге күшті қылып тұрып дәрі-дәрмек кіргізеді. Қатон-қарағайда қандай біздің бұғы марал шаруашылығы, бүткіл мүйіздердің бір қайқа кетіп жатқанын бір Құдай біледі. Мысалы, бір өзіміздің Қатон-қарағайдан шыққан дәрі деген естідіңіз бе? Естіген жоқ, себебі сырттан келгендер сындырып тастайды. Ең керемет марал шаруашылығы бізде бар, және де Ресейдің Барнауында бар. Байырғы қазақтың мекені. Басқа жоқ, Канададан кейін жарайды ана жақта ғой. Болды, басқа жерде жоқ, ол жерсінбейді. Ол әлемге тарататын дүние. Оның мүйізінен алынатын мыңғырық дүние. Мен сізге айтайын, мынау инфаркт, инсультіңізден бастап сіздің мынау Құдай сақтасын аты жаман аурулардың бәрінің алдын алып, осындай мәселелер шаш етектен. Соның бәрін қадағалайтын бізде кім жалтақтамайтын, көлеңкесінен қорқатын бізге министр керек емес. Өз-өзіне сөзіне мығым, нақты сөйлейтін сондай адам керек. Өйткені кресло мәңгі емес, бабасынан қалған кресло емес. 4 жыл отыра ма, 8 жыл отыра ма, 10 жыл отыра ма адам сияқты отырады.